Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз мен B3 деп аталады Google'дың продукциясымен промптпен ғана мультфильм жасайтын боламыз. Солардың мысал ретінде көрсетемін қазір. Енді ол үшін не істейміз? Ол үшін Googleға кіреміз. Мынандай несі, интерфейсі бізде. Осылай кіреміз. Қалай кіреміз енді бұған? Googleға жазамыз. BO3 деп жазамыз. BO3 деп жазып, содан кейін мына жерден іздейсіздер. Сіздерге керек нәрсе осы Google DeepMind деген соны таңдайсыздар. Соның үстінен басып таңдайсыздар. И сіздерде try in Gemini дейді и try in Flow дейді. Сіздің керекті нәрсе Gemini, ол который VPN мен істейтін, try in Flow деген, ол жаңағы күніне 80 кредит береді. Соны басасыздар. Сосын басқаннан кейін create with Flow деп тұрады. Соны басасыздар. И дальше не істейміз? Дальше біз мына жерде сіздерден жаңағы галочкалар сұрайды. Соглашениені басасыздар. Потом продолжить ету үшін жаңағы соглашениені оқып, ползунокты басасыздар. И содан кейін сіздерге жаңағы продолжить деген кнопка жанады. Сол продолжить деген кнопка жанғаннан кейін сізде осындай болып шығады. Жаңағы осындай жаңағы мультфильмнің несі, видеосы тура осындай, и потом создать проект деп тұрады. Енді осы жерде не жасауға болады? Оны мен мына жерде көрсетіп өтейін примерно. Яғни сіздердің бүкіл проекттеріңіз осы жерде сақталады. Барлығы сізге күніне 80 кредит беріледі. Егер сізде Gemini подписка болса, онда сізде 1000 бонус болады еще плюс. Яғни Gemini'ді ашқан кезде қай жерде қандай подписка бар, соны көруге болады. Яғни бұл жерде чисто промп арқылы жасайсыздар. Мен мына жерде бір примерно көрсетейін. Мына видеоның барлығы, картинкасы, дауысын барлығын бұл жерде өзі жасап береді. Самое главное, сіз промптты әдемілеп, грамотно жазсаңыздар болады. Яғни 80 кредит деген ол 8 секундтан 32 секундтық видео жасау деген сөз. Енді мына жерде мынандай видео жасауымды. әлеміндегі саяхатқа қош келдің. Ақпараттың негіз шеберліктері. Басында жасалған видео. Битпе ақпараттың ең кішкентай бөлігі. 8 бит бірігіп пе 1 байт пайда болады. 1024 байт ме 1 килобайт. 24 килобайт ме 1 мегабайт. Яғни осы сияқты жаңағы жасайсыздар. Ол жерде мына плюс тұр. Бұл увеличить длину деген жаңағы мына бойынша тағы да дополнительно қосатын болсаңыз. И перейти к сцене деген тағы дополнительно жаңағы картинкамен қосатын болсаңыз, осындай нәрселер болу керек болса, басқа бөлімге ауысатын болса, разделға ауысатын болса, сол кезде соны жасайсыздар. Енді мына флоуды басқан кезде тағы қандай дүниелер жасайды? Жаңағы инстаграмда жүрген әртүрлі өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша жасалынатын дүниелер, жаңағы сабақ пәндеріңіздің барлығын жасайтын. Бұл жерде өзіңіздің түріңіз әдемі көріну үшін промптты жазасыз. Артқы фоны осындай болу керек. Сосын жаңағы сөзі, текст осындай болу керек деп, тек қана өзіңіздің әдемі түскен, жаңағы качественно түскен, без жасанды интеллект фотоларыңызды саласыздар. Так, мына жерден бір пример көрсетейін. Интернет дұрыс істемей тұрған сияқты. Мысалға мынандай. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді заманауи білім беруде жасанды интеллектті тиімді қолдану жоқ. Басында біреу ғана осылай жаңа жасауға болады. Мына жерден так. Мына примердан көрсетейін. Қалай шығады? Яғни бұл жерде сіздің жасаған жұмыстарыңыз барлығы осы жерде сақталады. Яғни басында жаңағы жасанды интеллект арқылы, Gemini арқылы осылай артқы фон жасайтын болсаңыз, түрлеріңіз өзгеріп кетеді. Сондықтан картинканы соңында саласыздар. Осылай мысалы. Жаңа бірінші несі, футажы. Содан кейін футаждан кейін осылай. Бұл жерде тек қана промпт, арты қандай болу керек, кәдімгі картинка. Негізі жасанды интеллекттің картинкасы, бірақ түріңіз әдемі көрініп тұру керек та тоже. Соған да зависит, потому что менде мына жерде бет әлпеті менікі қайта-қайта өзгеріп кетті. И сондықтан мен жаңағы артқы фон промп арқылы жасадым.
промпттың барлығын через жаңағы чат GPT арқылы бүкілін сұрайсыз. Осы BO3-ға, Google'дың продукциясына осындай промпттар керек деп жазасыз. Сол кезде сізге сол бойынша сцена бойынша бөліп береді. Сіз текстті қойған кезде 8 секундқа сиятын текстті қоюларыңыз керексіздер. Вот осындай. Енді келесі сабақта қалай жасау керек, соны көрсететін боламын. Егер керек болса, міндетті түрде жазыңыздар.